Ұлт тарихының елеулі белестерінде осындай онлайн телемарафондар өткізу ұлттық арнаның ұлағатты дәстүрлерінің бірі. Инфотеймент форматын пайдаланып отырмыз. Бұл шетелде өте дамыған, осындай үлкен саяси науқан кезінде пайдаланатын формат. Барлығы да бір алаңға жиналып, пікір алмасады, әртүрлі мәселелерді талқылайды. Біз оларға сондай мүмкіндік жасап отырмыз. Ортада дискуссия алаңы, сол жақта ақпарат алаңы, зал толған қонақтар. Үлкендеріміз бар, жастар бар, араласып, еркіндік. Осындай форматта жолға берейік. К нашему референдуму огромный интерес во всем мире. В Казахстане сейчас работают 272 международных наблюдателя. Саяси жүйе мықты болса, мемлекеттің экономикасы дамиды. Экономикалық модельді, саяси модельді астынан үстіне қарай жүру керек. Саяси жүйенің толықтай трансформациясы осының барлығын реттеуге алып келу керек. Орталық референдум комиссиясында өтіп жатқан брифингке тікелей қосыламыз. Дауыс беру республиканың 9992 учаскесінде өтуде. Референдум несиюдің белгісі. Өзіңнің өмірің үшін жауапкершілікті мойныңа алу. Бұл референдумның ең басты мәні осы.